Зұлқарнайын Александр Македонский ма? Әлем тарихында өз әділдігімен және Алланың берген күшімен, әрі Алла дінін тартуымен ерекшеленген тұлғалар бар. Солардың бірі Зұлқарнайын. Құран кәрімнің Кәф сүресінде аталған ұлы патша. Ол байлық пен сән салтанатқа қызықпады. Әділет пен хақ жолды бәрінен жоғары қойды. Оның арманы әлсіз халықтарды зұлымдық пен әлім жеттіктен құтқарып, әлемді тыныштыққа жеткізу еді. Зұлқарнайын ең әуелі батысқа сапар шекті. Құрлық бітіп, теңіз жағалауына жетті. Күн қызарып теңізге батып бара жатқандай көрінді. Ол әр кездескен елде әділдік орнатты. Залымдарға қатал, бейбіт халыққа мейірімді болды. Кейін ол күннің шығысына жетті. Онда күннің аттап ыстығында қорғансыз қалған қауымды көрді. Жорықтарын жалғастыра отырып, ол екі биік тау арасындағы халыққа жетті. Бұл халық біреулерден қатты қорқынышта өмір сүріп жатты. Олар тау ішінен шығатын Яжуж бен Мажуж атты бұзық жабайы қауымнан зардап шегіп жатқан еді. Зұлқарнайын оларға көмек беруге уәде етті. Бірақ ол, бұл Алланың берген күш құдіретімен ғана жүзеге асады, деді. Зұлқарнайын тау шатқалына алып бөгет тұрғызуды бұйырды. Халық та, әскер де іске жұмыла кірісті. Темірді екі тау арасына үйіп, от жағып қыздырды. Содан кейін балқытылған мыс құйып, бөгетті мықтап бекітті. Осылайша Зұлқарнайынның кемір бөгеті Яжуж бен Мажужды тоқтатты. Олар қандай амал жасаса да бері асып өте алмады. Әділ патшаның арқасында бейбіт өмір орнады. Халық аңсаған тыныштығына жетті. Ол халыққа: бұл бөгет мәңгі емес, Алланың қалауымен ғана уақытша тұрады, деп ескертті. Зұлқарнайын Алланың аса қуатты патшасы. Ол тарихта әділдік сүйгіштігімен, мейірім шуағын шашуымен есте қалды. Оның оқиғасы әділдік пен иманның күші әрқашан үстем болатынын дәлелдейді. Ол Александр Македонский емес еді. Кәф сүресі 83-98 аяттар.